Алаша фестиваліне қатысушылардың бірі ұлттық қолөнерді насихаттаушы Мейрамгүл Адаққызы. Ол Нұр-Сұлтан қаласынан келген. Қолөнер шебері қазақ халқының өнерін жастарға түсіндіргісі келеді. Мысалы, мына түскиіздің тоқылғанына 75 жыл болған. Оның матасы тозса да, кесте жібі әлі өңін бермеген. Ал басқұрлардың тоқылғанына 40 жыл болса да қолданысқа жарап тұр. Бұл ұлттық өнердің қасиеті дейді ол. Шебер алаша тоқуға түрлі түсті жіпті оңды-солды қолдануға болмайтынын айтады. Сөзінше оған арналған арнайы түс пен оның берер мағынасы бар. Әр жіптің өзінің бір қасиеті деп айтамыз, өзінің бір мысалы жасыл түс байлықты білдіреді. Осы жасыл түсті көбірек керектенген. Сары түс пен қызыл түс енді жолы ашық болсын, бірлік болсын деп осы әрбір жіпті осылай ұштастырып шығаруы осы өнерде де мына жіп сияқты бір-бірімен үйлесіп бақытты болсын деген мағынаны білдіріп осылай өнімді жіптермен терген ғой. Фестивальдегі ең жас қатысушы 13 жастағы Шұғыла Бейсбек. Ол алашаға тағатын шашақ тоқып, іс-шара сәнін келтірді. Жас қолөнер шебері шашаққа бір тұтас үзілмеген ұзын жіп қолданудың мән мағынасын түсіндірді. Бұл үзілмейтін жіптен жасалатын себебі адамға өмір бір рет беріледі. Сол үзілмей ұзақ болсын деп ата-бабаларымыз осылай жасаған үзбей жібін. Мына жерде бақыт түйіні бар. Осы бақыт түйіні үйден бақ кетпесін деп, өмірі ұзақ болсын деп жасалған. Қатысушылар бұйымдарын көрмеге қоюмен шектелген жоқ. Келушілерге алаша тоқудың шеберлік сабағын да өткізді. Және шығу тарихымен қоса қазіргі тоқу технологиясындағы өзгерістер жайлы да баяндады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, іс-шараның басты мақсаты жас буынға ұлттық қолөнерімізді дәріптеп, санасына әдет құрып, салт дәстүрдің дәнін себу. Алтынға бергісіз алаша бар, кілемге бергісіз алаша бар және қанға бергісіз қараша бар деген дүниемен айқындаған. Бұлай пайымдауымыздың барысында негізі жалпы елде осы қаншама күшін, жігерін сарып етіп тоқыған аналарымыздың бүкіл қасиеті, мінез құлқы берілетін жаңағы қолынан шыққан туынды дүниелердің соншама құнды екенін көрсетіп тұр. Фестивальге ұлттық өнерге жанашыр қала тұрғындары көп жиналған. Айта кетейік, алтынға бергісіз алаша этнофестивалі ертең де жалғасады.